Өңірдің дәрігерлері тәжірибе алмасуда. Петропавлға 3 күндік жұмыс сапармен Астанада мамандар келіп, шеберлік сыныптарын өткізді. Олар 3-ші қалалық аурухананың дәрігерлерімен 2 адамға ота жасап, тағы 4 азаматқа елордалық мамандардың көмегіне жүгінуге кеңес берген. Толығырақ келесі материалымызда. Гүлнар Мирбабаеваның жастайынан жамбас буын ауырады. 2013 жылы оған Астана қаласында ота жасалып, протез орнатылған екен. Денсаулығын үнемі бақылауда ұстау қажет. Сол себепті ол жылына 1 рет ауруханаға жатып тексеріледі. Больница, ложусь на реабилитацию. Оңалту шараларынан өту үшін үнемі ауруханаға жатып отырамын. Ал кешегі күні біздерді астаналық дәрігерлер қарады. Жағдайым жақсы. Осы протез болмаса мүлде аяғымды баса алмас едім. Сондықтан емделуге мүмкіндік жасалғанына және кеңес беріп емдеген дәрігерлерге алғысым шексіз. Астанадан келген мамандар өңірде 3 күн болып, теріскейлік мамандармен тәжірибе бөлісіп, 2 ота жасап үлгерген. Жалпы олар 100-ге жуық науқасты тексеріпті. Алдымен суставтың, тазобедренный суставтың, имплантаты, тазобедренный эндопротезирование, коленного сустава. Биыл қазір істепті, 59 операция істепті. Тазобедренный сустава, 74 сондай коленный суставтың операция. Операция өте жақсы. Специалистер өте жақсы. Больницада біз 70 адамды қарадық, стационарны. Сосын амбулаторный поликлиникалық приемда 24 адамды қарадық. Соның ішінде 4-еуін өзіміздің институтқа жібердік на последующие коррекции. Содан кейін енді 1-2 айдасын, 2 аптадасын, содан кейін тағы да 4 адам келеді. Бізден кейін олар Қарағанды облысына жол тартпақ. Жалпы мамандар өңірге денсаулық сақтау министрлігінің тапсырмасы бойынша өткізіліп жатқан жоғары сапалы технологиялар деп аталатын республикалық акция аясында келген. Высокотехнологические медицинские услуги в республике. Ел бойынша жоғары технологиялық медициналық қызметтер саны жыл санап өсуде. Өткен жылы осы әдіспен 21600 ота жасалды. Қазір ірі буындарға да эндопротездеу жасалуда. Ол тізе, жамбас буындары және омыртқа. Осы технологиялардың арқасында көптеген қазақстандықтарға жақсы көмек көрсетілуде. Жалпы эндопротездеудің құны 1 миллион теңгеден асып жығылады. Квота бойынша ол науқастарға тегін жасалады. Өткен жылы Петропавлдағы 3-ші қалалық аурухана дәрігерлері осындай 551 ота жасаған. Бұл 2015 жылмен салыстырғанда 2 есеге көп. Мағжан Ахмадина, Владимир Боровков, муниципалдық телеарна.